Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар, сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 84-ші бетіндегі номері 202-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын. Сендер мұқият тыңдап отырыңдар, жарай ма? Кәнекей бастайық. Бөліндінің мәнін табыңдар. Балалар, бізге бірнеше бөлінді берілген екен. Осы бөлінділердің біз мәнін табуымыз керек. Мінеки бөліндінің мәнін табыңдар деген бізге. Ендеше біріншісінен бастайық. Бірінші берілгені жазып алайын. 15а бөлінген 3 дейді. Балалар, бұл бөліндінің мәнін табу үшін бізге көбейтіндінің бөлінгіштік қасиетін пайдалану керек. Яғни, көбейткіштердің біреуі берілген санға бөлінсе, онда көбейтіндінің мәні де сол санға бөлінеді дейді. Ендеше бірінші бөлінгіш 15аны көбейткіштерге жіктеп алайық. 15-ті мен 5 көбейтілген 3 деп аламын. Көбейтілген А бөлінген 3. Енді осындағы бөлінгіш пен бөлгіштегі 3 сандарын қысқартып тастаймыз. Сол кезде бізде бөлгіште 1, ал бөлінгіште 5 пен А-ның көбейтіндісі қалды. Демек, бұл өрнектің мәні 5А болады. Себебі кез келген санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. Енді екіншісі 21 Б бөлінген 7 тең болады. Бұл жерде де 21 санын көбейткіштерге жіктеп алу керек. 3 пен 7-ның көбейтіндісі түрінде аламыз. Көбейтілген Б дейміз. Бөлінген 7 тең болады. Бөлінгіш пен бөлгіштегі 7 сандарын сызып тастаймыз. Сол кезде бөлгіште 1, ал бөлінгіште 3 пен Б-ның көбейтіндісі қалды. 3-ке Б-ны көбейтсек 3 Б, оны 1-ге бөлсек 3 Б-ның өзі шығады. Келесі 42 С бөлінген 6. Бұл жердегі 42 санын да көбейткіштерге жіктеп алу керек. 6 мен 7-ның көбейтіндісі деп аламын. Көбейтілген С бөлінген 6 тең болады. Бөлгіш пен бөлінгіштегі 6 сандарын қысқартып тастаймыз. Сонда бөлгіште 1, ал бөлінгіште 7 мен С-ның көбейтіндісі қалды. 7 С-ны 1-ге бөлсек, 7 С-ның өзі шығады екен. Келесі екіншісі. Екінші 54АБ бөлінген 9 дейді. 54АБ бөлінген 9 тең болады. 54-ті әдеттегідей көбейткіштерге жіктеймін. 9 бен 6-ның көбейтіндісі деп алып, көбейтілген АБ дейміз. Бөлінген 9 тең болады. Бөлгіш пен бөлінгіштегі 9 сандарын қысқартып тастаймыз. Сол кезде бөлгіште 1, ал бөлінгіште 6А қалды. 6А-ны 1-ге бөлсек, 6А-ның өзі шығады. Келесі 72XY бөлінген 12. 72-ні, балалар, көбейткіштерге жіктеймін. 6 көбейтілген 12 деп аламын. Көбейтілген X, көбейтілген Y бөлінген 12 тең болады. Бөлгіш пен бөлінгіштегі 12 сандарын қысқартып тастай аламын. Мінеке сызып қояйын үстін. Бөлінгіште 6XY, ал бөлгіште 1 қалды. 6XY-ті 1-ге бөлсек, 6XY-дің өзі шығады екен. Енді келесісі 51AB. АБ бөлінген 3 дейді. Тең болады. 51-ді көбейткіштерге жіктейміз. 51-ді балалар 17 мен 3-тің көбейтіндісі ретінде алайын. 17 көбейтілген 3, көбейтілген А, көбейтілген Б. Бөлінген 3 тең болады. 3 пен 3-ті қысқартып тастай аламыз. Сол кезде бөлінгіште 17АБ, ал бөлгіште 1 қалды. Демек, бұл өрнектің жауабы 17АБ болады. Енді келесі үшіншісі. Үшінші 36MN бөлінген 4. Бөлінгішті көбейткіштерге жіктеп аламыз. 36-ны балалар немен ненің көбейтіндісі деп алсақ болады? Дұрыс айтасыңдар. 9 бен 4-тің көбейтіндісі деп аламыз. 9 көбейтілген 4, көбейтілген М, көбейтілген N бөлінген 4 дейміз. Енді 4 сандарын бөлінгіш пен бөлгіштен қысқартып тастаймыз. Мінеки бөлгіште 1, бөлінгіште 9 MN қалды. Кез келген санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. 9 MN.
Енді келесісі 45xy бөлінген 15 тең болады. 45xy-ті көбейткіштерге жіктеп аламыз. 45-ті 3 көбейтілген 15 деп аламын. Көбейтілген x көбейтілген y бөлінген 15 тең болады. 15 пен 15-ті бөлінгіш пен бөлгіштен қысқартып тастаймын. Бөлінгіште 3xy, бөлгіште 1 қалды. Кез келген санды бірге бөлсек, сол санның өзі шығады. Демек, 3xy. Енді келесісі 28xy бөлінген 7 тең болады. 28xy-ті әдеттегідей көбейткіштерге жіктеп аламыз. 7 көбейтілген 4 көбейтілген x көбейтілген y деп алайын. Бөлінген 7 тең болады. 7 сандарын қысқартып тастай аламыз. Сол кезде бөлінгіште 4xy, ал бөлгіште 1 қалды. Демек, 4xy-ті бірге бөлеміз. 4xy-ті бірге бөлсек, 4xy-тің өзі шығады. Мінеки балалар, бізге берілген барлық бөлінділердің мәнін көбейтіндінің бөлінгіштік қасиетін пайдалана отырып есептедік. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің 84-ші беттегі номері 202-ші тапсырмамыз аяқталды.